Біздің кезімізде вообще тамақ іштің бе деп те сұрамайды еді құрсын. Біз вообще бар ғой, әйтеуір туылып қалған адамдар сияқтымыз бар ғой, просто бар. Случайно өмірге келіп қалған адамдар. Случайно выросли, әйтеуір осы күнге жеттік, шүкір әйтеуір бар ғой. Сондай ұрпақпыз ба, біз залда отырғандар. Жоқ, расымен сондай ғой. Біздің кезімізде деймін, бізге беретін тамақтар қандай еді деймін. Бір бас жесе, бір жақсы жерін береді, құлағын береді ғой. Құлақ пластмасс, вообще дым жоқ, ет те жоқ, майда жоқ. Өздері етін жейді де сүйекті береді. Мә, мүжік қой, әйелің әдем болады дейді. Түнімен ана сүйекпен алысып отырасың ғой. Әйелім әдем болады деп. Сосын білмеймін, бір жерлерде болды, бір жерлерде болған жоқ. Білмеймін, кімдерде болған. Бір шаш өсіретін деген болады еді ғой. Бір шаш өсіретін деген жұлым ба, білмеймін, әйтеуір. Не май жоқ, не сүйек жоқ, не дәм жоқ анада. Бір резинка ма, бірдеңе, білмеймін, сол қазір бар ма, жоқ па өзі. Қазіргі малдарда бар ма, вообще көрмейсің бар ғой. Сол қай жердің жілігі, не қай жердің сіңірі өзі вообще. Білмеймін, бізге ұрып қайтын, шашы өсіреді деп лақ деді. Білмеймін, әйтеуір, бастар әйтеуір. Сонда конца жақ қоясың ғой. Вообще ештеңе айтпаған ғой бізге бар ғой. Арада витамин де жоқ шығар, білмеймін, әйтеуір. До конца жақ қоясың ғой. Мықты болғанымыз бар ғой. Еще нанның қиқымына дейін жақ қоятын едік қой біздерде. Бай боласың дегенге кәдімгі. Бір жағынан қарап тұрсаң, сарап жоқ та. Сарап жоқ. Бүкіл нәрсенің бәрін кәдімгі біз жақ қоятынбыз. Қазір енді бір Алматыдан Үржарға самолетпен ұшып бардық. Енді сіздер самолет дегенге Флайарстан, Эйрастан, Скат емес, газельмен ұшып бардық десе де болады. Жоқ, кішкентай самолет арты ашылады екен, бүйтіп ше, бүйтіп арты ашылады екен, адамдарға кіріңдер дейді. Сол адамдар ішіне кіреді. Бір 20 адам қана ішіне обой жабыстырып тастаған бүйтіп. Ана Үржардың адамдары отыр, түсініп отыр өздері негізі. Ана самолет мен сіздерге айтайын, бір білмеймін мен неге екенін, андай бір қорқынышты енді. Бір арық, бір стюардесса жүреді ішінде, бойы ұзын, бір орыс те, я қазақ емес, бүйтіп жүреді ішінде. Ей, бала, су бар ма десең, дейді. Өзі шөлде өлейін деп жүр сол жүргенде. Қайта былай жүреді. Мен ойлаймын, ремень тексеріп жүрген шығар. Сөйтсек, отыратын орын таппай жүр екен өзі. Самолетті жекешелендіріп алған ғой халқы. Бір самолеттен кешіксең, бір 3 минут, 5 минут кешіксең, айтады ғой, регистрация жабылып қалды деп. Ойбай, 1 сағат 3 адамды күттік. Ермек, Серік, Райхан, әлі есімде үшеуінің аты. Сағаттан кейін келді, кешірім де сұраған жоқ қой бізден. Пробка ғой, не қыл дейсіңдер деп отырды. Мәссаған, ана самолет от алған кезде көрсін. Ай, мен Жигулидің моторын салған ау дедім. Біз ұша алмайды шығармыз дедім. Біз осы трассымен барамыз ау, Үржарға қазір. Көтерілді. Бір 5-6 адам лақтырды ау төбеге. Ау, үшті, опа деп. Бізді жұбатып келатыр өзіміз. Анау тоқтап қалса, ең қауіпсіз самолет екен. Бүйтіп қонады деп өзіміз жұбатып келатыр. Самолетке риза болдым. Бүйтеді. Дәу самолеттер сияқты ағаларынан көрген істейді екен ол да. Бүйтеді. Құрметті жолаушылар, ремендеріңізді ағытып, орындықтарыңызды ыңғайлетіп отырсаңыздар болады. Біз өзімізге керекті биіктікке жетіп алдық дейді ғой. Ойбай, қаяққа жеттік деп жерге қарап қалсам, жер ана жерде тұр ғой. Жердегі адам төбеге қараса, бетінде не бар екенін көруге болады ананың. Үйге сіңілдерім келіп, Жансая апаймен қалай таныстыңыздар, айтып бересіздер ме десе, болды, кетеді. Ой, апайлардың кезінде өз маған бірінші ғашық болып, артынан жүгіріп қалмай қойған соң ала салдым деп. Не ол ала салдым деген? Ала салдым дейтіндей мен бір 1+1 акциямен тұрған пепсимін бар. Жоқ, шынымен бар ғой, мен таң қалам бар ғой, негізі ше, Дико былай ойлайтын сияқты. Мен оның артынан былай жүрген сияқты. Дико, өтінем, маған бір шанс берші, Дико. Сен мен байқамай тұрсың, Дико, пожалуйста, маған бір мүмкіндік берші, маған бір қараш, мен сен бақытты қылам. Елестете аласыздар ма? Конечно, елестете алмайсыздар. Өйткені бәрі керісінше болған.